Наурыз айы Қазақстан үшін тек мерекелік демалыстар кезеңі ғана емес, сонымен қатар аграрлық маусымның басталуы. Біздің өңірде Наурыз ең алдымен алма бақ жұмыстарымен басталады. Ал әрі алма өндірушілердің басты назары алма көшеттерін өсіретін тәлімбақтарға бағытталған. Алматы облысының бақтары алманың отаны ретінде әлемдік бағбандықтың генетикалық орталығы саналады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылдың күзінде айтқан алманы ұлттық брендке айналдыру туралы бастамасы өз жемісін бере бастады. Көктемгі жаңарудың ғажабы, алдағы өнімге деген болжамдар және туған өлкеміздің болашағын еңбегімен қалыптастырып жүрген жандар туралы тілшіміз баяндайды. Олжас Сыбанбаев 8 жылдан бері алма шаруашылығымен айналысады. Өзі шаруашылық алаңына күнделікті Алматы қаласынан қатынап жұмыс істейді. Арадағы 130 шақырымдық алыс жол қажытқанмен бел жазбай еткен еңбектің тәтті жемісін жеу үшін үнемі жігерін жанып отырады. Себебі игілік тек еңбекпен келетінін ол жақсы түсінеді. Это наш сад, который мы посадили в 22-23 годах. Бұл 2012-2013 жылдар егілген бағымыз. Осы Қорым ауылында 66 гектар алқабымыз бар. Мұнда біз жас көшеттерді өсіреміз. Олар 3 жылдан кейін өнім бере бастайды. Қазірдің өзінде әр гектардан 40 тоннадан өнім алып жүрміз. Алма бағы қыс бойы демалады. Сондықтан күн ысымай тұрып, қырқу жұмыстарын соңына жеткізу тиіс. Ал осы мезгілде тұқым бағындағы жас көшеттерді де отырғызуға дайындайды. Сондықтан мұндағы жұмыс әр күні алатаңнан басталады. Қазір біздің жұмыскерлер мынау ағашқа байланған бамбук деген материалымыз бар, соны шешіп жатыр. Мынау көшеттерді біз қазуға дайындалып жатырмыз. Бұл жерде жұмыскерлер бәрі осы ауылдың тұрғындары. Бұл жердегі жұмыста тек қана көшетпен ғана емес, алма ағаштармен де жұмыс істейміз. Қыстың күні обрезкада жүреді, бұл қыздарды, балаларды бәрін өзіміз үйреткенбіз. Обрезкасы болады, тазалығы бар, жаңағы көшеттер тігу, оны тазалығына қарау, жаңағы арам шөптерін отау дегендей сондай жұмыстарды жүргіземіз. Бағбандар үшін көктемнің алғашқы айы ең қарбалас шақ. Мұнда басартық бұтақтарды қырқумен қатар жас көшеттерді де отырғызып үлгеру тиіс. Сондықтан Наурыз мерекесіне де арқаны кеңге салып, алаңсыз демала алмайтындарын айтады. Себебі мұнда әрбір күн емес, әрбір минутта бос жіберуге болмайды. Қазір бізде дайын көшетті жіберу жұмыс жүріп отыр. Мысалы, питомниктан қазып, мына жерге келгенде упаковка жасаймыз. Содан кейін оны алып, машинеге тиеп жібереміз. Күніне 10-15 мың тал кетеді, көшет кетеді. Сол қазір наурызға қарамай, күн жылып баратыр, ағаш оянғанша біз оны жеткізуіміз керек. Сонымен айланысып отырмыз. Саженцы. Біз көшеттерді сындырып немесе қайырып алмас үшін осындай қуыс құралдарды пайдаланамыз. Сосын тор көздерге орап қаптаймыз. Сонда көп уақыттан бері күтіп баптаған көшеттеріміз бүлінбейді. Оңай тасымалданады. Bir қаптамада 10 көшет бар. Біреуі 2000 теңге тұрады. Отырғызғаннан кейін бағбан келесі жылы алғашқы өнімін алады. Кәсіпкер алма ағашын баптаумен қатар тұқымбақ шаруашылығымен айналысқалы да 8 жылдан асты. Мұндағы мамандар сапалы тұқым сұрыптап, көшет күтудің әлемдік озық тәжірибелерін пайдаланады. Сондықтан жеміс беру көрсеткіші де айтарлықтай деп отыр. После высадки этого саженца уже на следующий год Біз тек көшеттерді өсіріп айналымға салып пайда тауып жатқан жоқпыз. Бастысы жергілікті жерге бейімделген өнім әзірлеп отырмыз. Бұл жерде ешкімді бөліп жармаймыз. Сапаның аты сапа. Әріптестерімізде жақсының қызығын тең көру керек. Жалпы биыл 400 мың түп көшет дайындап отырмыз. Оның жартысы сатылымға шығады. Алма өсіруді үлкен қала тұрғындары ауқатты жандардың саяжайдағы күн өткізетін ермегі. Ағаш гүл ашқанда соған қарап тамсанса жеткілікті деп түсінеді. Ал шын мәнінде ауқымды жердегі ағаш күтімі анау айтқандай жеңіл шаруа емес дейді кәнігі бағбан. Это сорт Golden Delicious. Бұл алтын дәм сорты. Алманың сақтау мерзімі ұзақ. Оны келесі жылдың сәуір айына дейін сатуға болады. Бақ тығыз орналасқандықтан әр гектардан 50 тонна жоғары сортты алма өніміне қол жеткізіп отырмыз. Бізде жыл сайын осындай мол өнімі болады. Кәсіпкер осы күнде Алматы апорт тұқымын жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасына қатысып жатыр.
Жоба аясында Іле Алатау бөктеріндегі 110 гектар аумаққа 25 мың түп көшет отырғызу көзделген. Ол осы жылы сол жерге өзінің тұқымбағынан алынған 10 мың түп апорт көшетін отырғызуды жоспарлап отыр. Возрастом более 30 лет. Қазіргі апорт ағаштарының көпшілігінің жасы 30 жылдан асқан. Ұзақ уақыт бойы жаңа ағаштар егілмеген. Енді осы үзілістен кейін біз жаңа көшеттерімізді отырғызбақпыз. Бізде сенімді тәжірибе бар. Әйгілі брендті сақтап қалу үшін бар күшімізді саламыз. Алматы облысында алма бақ көлемінің артуымен бірге апорттың қайта жандануы ұлттық брендті қолдауға жасалған игі қадам деп қарауға болады. Бұл идеяны 2022 жылы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған болатын. Ал жобаны соңына жеткізу үшін еңбекші қазақ бағбандары білек сыбанып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Дәурен Қажыбаев, Қонаев медиа.